Бұқтырма өзені күрт көтеріліп, Зубовск кентінде 13 аулаға су кірді. Қауіпті аймаққа құтқарушылар аттанды, бір тәулікте бөгет нығайтылып, 980 тонна тасты топырақ жеткізілді. Өзен жағалауына 1000-нан астам құм салынған қап төселді. Су жайылған аумақтан 4000 текше метрден астам су сорылды. Шығыс Қазақстан облысының таулы аймақтарында мұздықтар әлі де еру үстінде, сондықтан тау етегіндегі өзендерде су деңгейі тағы да көтерілуі мүмкін дейді мамандар. Алтай мен Қатон-Қарағай аудандарына қауіп бар. Енді о жерде 13 техника істеді, 65 адамнан көп адам жаңағы жергілікті атқарушы орган мен біздің төтенше жағдайлар саласының қызметкерлері бірлесе отырып қызмет атқардық. Енді қазіргі уақытта ешқандай да қауіп жоқ. Енді халықтың жаңағы айтуы бойынша бұл енді жылда көтерілетін су, жер асты сулары осы Бұқтырма өзенінің көтерілуіне байланысты.